Тұздың зияны мен пайдасы қандай? Сәлеметсіздер ме менің құрметті достарым? Бүгінгі тақырып сіздерге пайдалы болады деген ойдамын. Міндетті түрде менің қазақша арнама қолдау көрсетіп, подписация батырмасын басып тіркелуді ұмытпаймыз. Сонымен бірге комментарий жазып, келесіде қандай видеоларды көргілеріңіз келеді менің арнамда, соны да жаза кеткендеріңіз жөн деп ойлаймын. Тұз ағзаның дұрыс және толассыз түрде қызмет етіп отыруына арналған қажетті компонент. Қазақ айтса айтқандай, тұздың тамақ дәмін келтіруден басқа көптеген зиянды тұстары бар екен. Тұздың зияны көп мөлшерде тұтынғанда ғана байқалады. Ол организмдегі жолдарды бітеп, сұйықтықты ағзадан шыға алмайтындай жасайды. Соның салдарынан адамда ісіну пайда болып, натрий хлоридінің қалдықтары денеге жинала береді. Натрий қан қысымын көтереді. Ол гипертония ауруында денсаулыққа әкеледі, ол және денсаулыққа зиян тигізеді. Ауру тек асқынған жағдайда адам инсульт алуы мүмкін. Тұзды көп мөлшерде қолдану бауыр, бүйрек, жүрек ауруларына әкеліп соғады. Тағамды үнемі тұздап жеу дәм сезу рецепторларының сезімталдығын басып, соның себебінен табиғи тағам дәмсіз көріну мүмкін. Егер біраз уақыт тұздан бас тартар болсаңыз, дәм сезу рецепторларының сезімталдығы, тағамның табиғи дәмін сезу қабілеті қалпына келеді. Тұз қан тамырларына жарты сағаттың ішінде орасан нұқсан келтіреді. Австралиялық ғалымдар тамаққа көп қосылған тұздың ағзаға қалай әсер ететінін арнайы тәжірибе барысында анықтады. Daily Mail'дің хабарлауынша, дәрігерлердің арнайы сынағына денсаулығы мықты 16 адам қатысқан. Олардың әр қайсысы жеген тағамға 4 грамм тұз қосылған. Бұдан соң 0,3 грамм тұзы бар тағам және тағы берілген. Сынақтың алдында және одан кейін ғалымдар зерттеуге қатысқандардың иық артериясындағы қан тамырларының соғысын өлшеп отырған. Зерттеу барысында тұзды тағам жеген адамдардың қан айналымы айтарлықтай тежелгені байқалыпты. Тұз 30 минуттан соң ағзаға әсер ете бастап, қан жүгірісін шамамен 1 сағат бойына тоқтатқан. 4 грамм тұз адамның жалпы рационына енетін тағамдардың орташа тұздылық көрсеткішіне тең. Соған қарамастан тұзды көп қолдану адамды оқыс өлімге итермелеуі ықтимал. Жүргізілген сынаққа қарағанда адамның қан тамырларын қатайтқан нәрсе тұз болып тұр. Тұз көп қосылған тағамдар ағзаға зиян келтіреді. Тұзды тағамнан кейін адамның су ішкісі келеді. Ішкен сұйықтық ағзадан шықпай, май жасушаларында жиналады. Сол себептен зат алмасу процесі өзгеріп, организмнің жұмысы бұзылады. Натрийдің мөлшері нормадан артық болса, денеде калий, кальций, магний, фосфор және темірдің құрамы азаяды. Нәтижесінде түрлі аурулар пайда болуы мүмкін. Тұтыну мөлшері негізінен тұздың 14 жастан асқан адамдарға тәулігіне 2,3 грамм, яғни 1 қасық тұз қолдануға кеңес беріледі. Медициналық статистикаға сәйкес, натрийді көп мөлшерде тұтыну себебінен жылына шамамен 1,6 миллион адам жүрек ауруларынан қайтыс болады екен. Жасы 50-ден асқан кісілер тұздың күнделікті нормасын 1,5 граммға дейін төмендеткені дұрыс. Назарларыңызға рахмет. Құрметті достарым, қазақша арнама қолдау көрсетіп тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі видеомды қандай тақырыпқа арнайтынымды
көргілеріңіз келсе, міндетті түрде менің парақшама тіркелулеріңізді сұраймын. Сау болыңыздар, дендеріңіз сау болсын ағайын.